Құрметті достар, сахна тілінің техникасын игеру үшін алдымен бірнеше этаптан өту керек, яғни бірінші денені қыздыратын жаттығулар жасалады, одан кейін өз-өзімізге деген сенімділікті күшейтетін аздаған уақыт аффирмация жасалады. Сонымен қоса біз тамақты жылытамыз. Тамақты жылы ауамен жылыту арқылы бұл жердегі салмақты, ауыртпалықты алып тастайтын боламыз. Және одан кейін біз тіл, ерін жаққа арналған жаттығулар жасаймыз. Оның бәрін қазір мен жеке-жеке көрсетемін. Ал одан кейін біз артикуляциялық жаттығуларға көшетін боламыз. Ол да жаттығуларымыз кезінде де сіз тіліңізді әбден жаттықтырып, бәрін анық, айқын айтуға үйренесіз. Одан кейін біз вибрациялық жаттығулар жасаймыз. Ол 3 регистрге арналады, яғни жоғарғы регистр, ортаңғы регистр және кеуде регистрі, ол 3-ші регистр. Негізінен көп адам осы кеуде регистрімен көбірек жұмыс істейді. Әдемі біздің қоңыр дауысымыз осы жерде. Бұл жердегі дауысты ашу үшін бүкіл сахна тілінің техникаларын меңгеру керек.